Оян. Ассалаумағалейкум дарғандала елі, қайырлы таң. Қайырлы таң қымбатты көрермен, жақсы жатып жайлы тұр демекші. Жайлы тұру үшін сіздерге әр таңда 7:00-де Оян таң хабарын қосу керек. Бәрекелді, хабар арнасы тікелей эфирде. Сіздермен бірге Алмас Тоғай және Ғалия Медеева. Құрметті көрермен, 8 ақпан бейсенбі берекелі болсын дейміз де, бүгінгі шығарылымда қандай жаңалықтар бастайды екен, назар салыңыздар. Бүгін қазақстандықтар сирена қосылады деген ақпаратты естіп оянды. Еліміздің барлық қаласында Астана уақытымен 12:55-те дабыл қағылады. Төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері ел тұрғындарын сабырға шақырып, үрей мен қауесетке сенбеуге үндеді. Бұл шара көктем 2024 республикалық қоғам командалық штабтық оқу жаттығу аясында өткізіліп жатыр. Мақсат су тасқыны кезінде төтенше жағдайлар болса қала, тиісті құрылымдардың дайындығын пысықтау. Сондықтан бүгін 12:55-те, ал батыс өңірлерде 11:55-те сирена қосылған кезде үрейге беріліп жүрмеңіздер. Ел азаматтарының қауіпсіздігі үшін ұйымдастырылып отыр. Сондай-ақ, өнер әлеміне бірер ақпар, Джахали лақабатымен танымал қазақстандық рэп орындаушы Бахтияр Мамедов осы ақпан айында жаңа әнін жарыққа шығармақ. Бірақ нақты күнін кесіп айтпады. Бұл туралы өнер иесі әлеуметтік желідегі парақшасына жариялады. Мінекей, құрметті көрермен, бұл жай ғана сіздерді қалай қызықтырып алу үшін. Өйткені әдеттегідей біз 3 сағат бойы сіздерді білуіңіз керек, білмесеңіз толықтыратын, білетін болсаңыз толықтыра өтетін сұхбат тақырыптар көтереміз. Оның бірі жент, қалай жасау, жент қазақтың шоколады дейді. Және бірер әлеуметтік саяси тақырыптарды көтереміз. Одан бөлек өнер иелері келеді студиямызға, және қазіргі таңда өзіміздің эстраданың жарқын жұлдызы Мәди Сыздықов келіп, жаңа бір ақпараттармен, жаңалықтармен бөлісем деп келеді. Қапы қалмаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қапы қалмаңыздар. Пультты лақтырып жіберіңіздер, біз бастаймыз. Енді қазір әрі қарай біздің эфирді әсем әуезді жалғастырсақ деп едім. Сондықтан құрметті көрермен, қазір ләззатқа бөленіп бір әнді тыңдайық. Кеттік ал. Өзің бір жаман қызын әбден еркелетті. Жігер Ауытбаев. Тамаша туынды, құрметті көрермен, таңымызды, эфирімізді бір жақсы әуенмен бастап алғымыз келіп тұр. Өйткені күні бойы бізде әдет болады бір шаруалармен айналысып жүргеніңіз ыңылдап, бір ән айтып жүретін. Бүгін құлақта сізде осы Жігер Ауытбаевтың жаман қыз әні болсын. Дұрыс айтасың. Менің ойымша, Алмас, әрбір адамның көкейінде бір уайым, қайғы, күйзеліс болады. Сондықтан оның барлығын шарп тастау үшін, стресстен құтылу үшін қазір Оянда сергек болайдарын көрейік. Оянда сергек бол деп, жаңағы өзіңізге ұнайтын музыканы қойып алып жаттығу жасауға болады дейсің ғой? Кез келген әнді қазір ұялы телефонға қойыңыз, сосын барып ұйқыңызды ашу үшін жаттығу жасаймыз. Қайталау керек қой басы. Кеттік оны, біз істейік. Көрейік. Оян. Таң берекелі болсын, құрметті көрермен. Бас ауруының басты 3 себебін білесіз бе? Ол әрине жастыққа дұрыс жатпағаннан, қозғалмай жұмыс істеуден және эмоциялық күйзелістен. Ендеше дәрігердің көмегінсіз бұл ауруды қалай емдеуге болады? Әрине Оян таң хабарының жаттығуларының арқасында. Ендеше бастайық. Кеттік. Бүгінгі жаттығуларды жасамас бұрын алдымен көріп алыңыз. Түсінікті болса, бастайық. Бұл жаттығу басыңыздың қан айналымын жақсартады, шаштың түсуін тоқтатады. Келесі жаттығуда қолымызды алға шығарып, саусағымызбен желкемізге дейін жеңіл ұрғылау арқылы бас қан тамырларының жұмысын жақсартамыз. 30 секунд бойы дәл осыны қайталап жасасаңыз, басыңыздың ауырғаны лезде басылады. Ал енді келесі жаттығуға көшейік. Қолымызбен құлақтың артындағы нүктені басып, сағат тілімен кезек-кезек айналдырып шығамыз.
Соңына қарай құлақты 3 рет төмен тартамыз. Алина, білесің бе, кейбір адамдар бас ауруын былай қысу арқылы емдейді екен. Сен айтасың, кейбір адамдар тіпті ұрады екен басын. Я, құрметті көрермен, бұл дұрыс емес. Екі саусағымызбен басымызды басамыз, мамандардың айтуынша осы секілді қарапайым жаттығулар инсульттің алдын алады. Бұл жаттығулар күніне кем дегенде 3 мәрте жасалу керек. Біз көрсеткен жаттығуларды күніне 2 рет кез келген жерде жасасаңыздар болады. Я, ендеше әр таңда, оянда, жаттығу жаса! Оян. Нағыз, мен сияқты адамдарға арналған жаттығу екен, орнынан тұрмайық. Аса көп қимылды қажет етпейтін жаттығулар түрі. Және де, енді рас өтірігі, жасыратыны жоқ. Аса көп қимылдан келмейді ғой, ұйқыдан тұрасың. Өзің кеше әрең дегенде жата қалдыңда, уақыт таңға дейін зу өте шығады. Ұйықтамаған сыңайлы бір күйде ойнасың. Бірақ кейбір адамдар бар, таңертеңгі 7-те тұрып алады да, секіріп, билеп, жаттығу жасауға дайын болып тұрады. Сондықтан бізге жай жаттығуларда да бар, тез жаттығуларда да бар, тек қана оян таңға бар қосылы болса болды, я? Мінекей, құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Ең басы көтеріңкі көңіл күй. Ұйқыдан ояна салу қауымдарын айтатын сол ғой. Сіз оянған кездегі бірінші ой қандай болса, күніңізде сондай күйде өтеді дейді. Сондықтан ояна салып бірден, бүгін бәрі жақсы болады деу керек. Ары қарай эфирді жалғастырайық. Енді бала тілі бал. Ересек адамдарға қарағанда балалар үнемі шындықты айтады. Ақылды, тәрбиелі, білімді бала тәрбиелеу ата-ана мен ұстаздың жетістігі. Балаңызбен әңгіме айтуды әдетке айналдырыңыз, құрметті көрермен. Түрлі сұрақтар қою арқылы жеке пікірінде сұрап көріңіз. Әріптесіміз Балжан балақайлармен сұхбаттасып қайтқан екен, көрейік. Оян. Қайырлы таң көрермен, сіздермен Оян Kids айдары ерекше сұхбатқа қонақтарымыз келіп қалыпты. Онда таныстырайын, Ақкербез Ринат қызы және Айбатыр Бағланым. Ыңғайлы отырсыздар ма? Иә. Күндеріңіз қалай басталды? Жақсы. Тұрғаннан кейін не істедіңіздер? Тамақ ішіп, далаға шықтым. Тамақ ішіп, үйде қалғам. Жалғыз қалып көрдіңіздер ме? Иә. Қорықпайсыз ба? Жоқ. Жалғыз қалғанда не істейсіздер? Пока что кітап оқи тұрам. Сосын кішкене шашамда ойыншықтарды жинап қоям кішкене. Сабақты оқимын мультикадан. Соңғы кешкене ұйықтай тұрам. Сонда неден қорқуымыз мүмкін? Монстр болмайды никакта. Монстр ол вообще басқа жерден тұратын, а Қазақстанда тұрмайды. Қазақстан деген сонда қай жер? Біздің еліміздің. Қазақстанның басқа қалаларында болып көрдіңіздер ме? Иә, Дубай, Америка. Жақсы қасиет деген не? Ата-анамға көмектесем. Мен мамам көмектесем, мультик көбірек көрмеймін, тек қана анам көреді. Сыныпта сіздерге ұнайтын немесе ұнамайтын балалар бар ма? Асанали ұнамайды, потому что ол сабақта ұнамайды. Ұнайтын адам бар ма? Умай бар, мен бармын. Асанали ол деген жақсы оқушы. Асанәлінің біреу ұнайды, біреу ұнамайды, сонда сізге? Иә. Ұнамайтын адам бар ма? Адиан, Ибрахим апайын тыңдамайды. Мектептегі мұғалімді міндетті түрде тыңдау керек пе? Иә, тыңдау керек. Онда ештеңе білмей қаласыз. Білім не үшін керек бізге? Керек пе? Иә, керек, себебі вообще білмейтін болса, онда өзің артын от қалып жүресің. Білімдік болса, онда ақылды адам боламыз, ешкімді тиіспейміз. Кішкентай балалар ақша таба ала ма? Жоқ, сабақ оқу керек. Олар себебі өркен болуы керек, адам сияқты. Неге ренжіп қаламыз ата-анаға? Себебі ұрысқан кезде, немесе жинап еткен кезде. Онда ештеңе алып бермесе. Қалай білеміз оны, ата-ананың ренжіп қалған? Папа оған гүл сыйлаған жоқ. Немесе біз оған көмектескен жоқпыз. Ата-анаңыз сіздерге қалай ұрсады? Немене шақтың деп, балына қалай тиісті дейді. Ақкербез телевизорды өшіріп болды, ұйықтаймыз деп ұрсады. Бізде де бұлай айтты. Мен телефонға айда деп айтады. Жылап қаласыздар ма ұрысқанда? Иә, кішкене жойм, бірақ 5 минуттан жойм.
Мен 4 минут. Бірақ маған кішкене ұрысқан кезде кішкене жүрегім ауырып, кішкене жата тұрам, ойыншығымды шақтап. Нешеде ұйықтау керек бала? 11-де деген емес, 10 болсан ұйықтан керек қой, соны тұрған кезде мектепке барасың ғой. Неге 11-де ұйықтайсыз? Мама, папа да айтпайды ғой бізге үшінде деп. Өзі жай ғана жата қалады ұйықтап. Біз мультик көріп отырамыз. Сіз өмірге қалай келдіңіз? Ана үшінде туды. Мама қыз болсын деп, папа қыз болсын деп бірінші айтқан. Сосын мен әжем атын қойды, Ақкербес деп. Әңгіме айттық, иә, біз ренжиміз, жиі ренжідік деген сияқты. Ал осыған қарама-қарсы біз қуанып жатамыз. Қатты қуанған кездеріміз болады. Маған мысалы біреу сыйлық бергенде мен қатты қуанамын. Киноға барсақ қуана. Маған еркелеткен кезде және маған капитоп берген кезде қуанамын. Бір жерге апасы ойнайтын жерге. Бірдеңке алып берсе. Адамдарды кешіре білу керек пе? Иә. Анамға кешір деп айтамын да. Анам кешірмейін деп айтады. Сосын мен басымды алып кетеді. Сосын мен дейді әнім деп олай жасайды. Бірақ та кешіреді мені. Телефонды қанша сағат көру керек? 1 сағат. 1 сағат? Өте көп қой. 10 сағат көрсем болады ғой? Зато тез қой. Немесе 5 минут. Иә. Соны айтайын деген ғой 5 минутта. Нешеге толған кезде үлкен болады бала деген? Бірақ 12-ге. 12-ге, 17-ге или немесе 19-ға, немесе 20-ға. Иә, немесе 100-ге сол атауып кетесің өз қаласына. Ал сіздің жақсы көретін адамыңыз бар ма? Мен мама, папам. Мен де анам, папам. Еще балымның да. Анам мен жас көрмейді осы. Махаббат туралы әндер білесіздер ме? Жүрегім есімде, айта алмасам есімде деген. Осам несін алысқа? Осам дегеніз? Осам деп қойын ғой. Жайлап айтып атқан кез. Осам деп қойын. Түсіп қалған тісті бір жерге тығып қояды екен, е? Жастыққа тығып қояды. Себебі бірінші жастыққа тығып қоймайды. Тісті жайлап атсайды, онда сосын бірдеңе желание атады. Сонда арман дегеніміз не екен? Желание. Сіздерге ата-аналарыңыз қандай ақыл айтады? Сен жақсы оқы, сен бәрін білесің, сен бәрін оқи аласың, сен бәрін жаттай аласың деп. Папа, қызым, мен сен жас көрем, сабағыңды жақсы оқы, мен кете берем деп айтты. Сұхбатқа келгендеріңіз үшін рахмет, аман болыңыздар. Оян. Оян. Қайырлы таң қымбатты көрермен, күніңіз түрлі түсті бояуға, энергияға, позитивке толы болсын. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Я, құрметті көрермен, әр күнді жоспарлап, уақытты тиімді пайдаланған жөн осы орайда жұлдыз жорамалды да біліп жүрген артық етпес деп ойлаймыз. Біз 12 жұлдыз белгісін 3-ке бөліп береміз. Қазір алғашқы 4 белгіге қатысты болжамды айтамыз, ал қалғанын бағдарлама барысында білесіздер. Сондықтан хабар арнасы Оян таң хабары қосулы болсын. Тоқта, маңызды шешім қабылдамас бұрын, ол жөнінде мол ақпарат жинап алған дұрыс. Асығыс жасалған тәуекелден беделіңізге нұқсан келу ықтимал. Тәкаппарлыққа бой алдырмай, өз-өзіңізге есеп беріңіз. Мансаптық жолда да, жеке өмір мәселелерінде де беймаза ойлардан арылыңыз. Торпақ, бұл күн оқуға, жұмысқа қатысты жайларды оңынан шешуге қолайлы болмақ. Сабыр сақтап, өзіңізге сенімділік жоғалтпасаңыз, бәрі жақсы болады. Достарыңызбен түсініспеушілік орнаса да, соңы жақсы аяқталады. Егіздер, бүгін өзіңізді дамыту жолында сәттілік күтіп тұр. Күш қуатыңызды, жігеріңізді жаныған жөн. Қызықты жаңалықтар, табысты танысу, маңызды кездесулер жақсылыққа жол ашады. Шаян, жұмыс деп өзіңізді ұмытпаңыз. Айналаңыздағы адамдардан еш қорықпай, батылырақ бола түсіңіз. Ойыңызға келген мақсатты нақты жоспарлап, орындай біліңіз. Жаныңыз қалаған нәрсені жасауға тырысыңыз.
Мінекей менің жұлдызнамам балықтар ғой. Жаның қалайтын нәрсемен айналыс дейді. Менің жаным әсіресе қалап тұратын нәрсе не? Жұмысқа асыға келіп, тікелей эфирде қазақ еліне таңғы көтеріңкі көңіл күй сыйлап, бүгінгі жалпы күннің жемісті өтуіне бір серпін беру. Дұрыс айтасың. Сонымен қатар егіздерге барлық күндерге беретін бір кеңес ол шыдамды болу екен. Сондықтан мен де бүгін шыдамды болайын. Ал әрі қарай эфирді жалғастырайық. Байқадыңыздар ма? Қазір әлеуметтік желіге жаңа пост салып, астына пікір қалдырыңыздар деп жазып кетеміз. Осы күнге дейін мен де дәл солай айтып жүрдім. Бірақ бұл сөзде орыс сөзі оставьте комментарий тіркесінен бұрыс, яғни тура аудармасы екен. Дұрыс толық қазақша нұсқасы пікір жазып кету. Мысалы, Оян парақшасының соңғы постына пікір жазып кетіңіздер, қадірменді көрермен. Осындай өзге де калька сөздерді келесі сюжеттен көріп, сауатты сөйлеуге машықтан алыңыздар. Оян. Қайырлы таң, қадірменді көрермен, эфир тізгінде тіліңді біл Айдары және мен қазақтың қарапайым сарғызы Азиза Насимолла. Бүгін біз сіздермен калька сөздерді қарастырамыз. Соңғы жаңалықтарға байланысты отставкаға кетті сөзіне зер салайық. Үкімет отставкаға кетті. Жоқ, бұл дұрыс сөз емес. Отставкаға кету орыс тілінен аударғанда от және ставить, яғни екі етістіктен туындаған зат есім. Әскерилер отставить деген сөзді қолданатында біз жақсы білеміз. Яғни бұл бір нәрсені доғару, іс әрекетті аяқтау деген сөз. Оның қазақшасы қарапайым доғару. Ал біздің жағдайымыздағы отставкаға кету, яғни белгілі бір лауазымды тұлғаның немесе лауазымды биліктің өзге еркімен қызметтен кетуі, яғни тағы да бір сөз шығады. Қазақша аудармасы қызметінен кету. Неге біз отставка сөзіне соншалықты жармасып алғанымызды білмеймін, түсінбеймін. Уйти в отставку, яғни орыс тілінен енген кірме сөзге біздер ғаге автоматты түрде барыс септігінің жалғауын қосамыз. Негізінде бұл дұрыс емес. Неге десеңіздер, оның бұл сөздің қазақ тіліндегі керемет балама аудармасы бар, яғни қызметінен кету. Дұрысында үкімет қызметінен кетті, немесе үкімет қызметін доғарды болады. Бірақ бұл тұста елден үкімет мәңгілікке кетті ме, қызметін тоқтатты ма деген қазақша контекст туындауы мүмкін. Бірақ бұл олай еместігін бізде сізде жақсы білеміз. Сол себепті бұл сөзді әбден қолдана беруге болады деп есептеймін. Где бы ты ни жил, аман жүр. Дәл осы орыс сөзін біз қайда өмір сүрмесең де, қайда өмір сүрсең де деп шатысып жатамыз. Бұл негізінде дұрыс емес. Дұрыс аудармасы где бы ты ни жил, яғни қайда тұрсаң да. Қайда тұрсаң да, басың аман болсын, хабарда бол. Помочь с работы. Осы сөзді біз калькалаймыз. Жұмыспен көмектесу. Біз жұмысымызбен қисын түрде ойлап қарасақ, адамға қалай көмектесе аламыз? Біз жұмыс табуға көмектесе аламыз. Алматы мен Астананың арақашықтығы 5 километр. Жоқ, дұрыс емес. Расстояние между сөзінің тура аудармасымыз осылай арақашықтық деп аударып жүрміз. Негізі Алматы мен Астананың арасы. Ал осы арақашықтық тағы бір контекстте қолданылатын сөз бұл любовь на расстоянии, яғни арақашықтықтағы сезім, арақашықтықтағы махаббат деп айтқанды жақсы көреміз. Бұл да дұрыс емес. Негізінде жақта жүріп сүю, алыста жүріп сүю болады. Алда демалыстар келе жатыр, бәріміз театрға барғымыз келеді десек те, қыстың қамын жазда ойлап қойған дұрыс болады. Алдын ала билет сатып алыңыздар. Себебі билет сайтын ашқанда немесе барып білгенде аншлаг билет қалған жоқ деп тұру мүмкін. Негізі бұл да дұрыс емес. Аншлаг билет белгісі, тағы да билет қалған жоқ, билеттер сатылып кетті деп қояды. Жай ғана аншлаг болады. Себебі аншлаг сөзінің өзінің аудармасы билет қалған жоқ. Билеттің барлығы сатылып алынып кетті деген сөз. Оны 2 есе 3 есе етіп жазудың қажеті жоқ. Жай ғана аншлаг. Көріскенше күн жақсы, қадірменді көрермен. Күндеріңізге сәттілік. Оян. Оян.
Қайырлы таң, қымбатты көрермен, біз не істеп жатыр деп таңғалып жатқан шығарсыз, иә? Біз дәл қазір иммунитетке бай, түрлі пайдалы қоспаны жасап жатырмыз. Сонымен қатар бүгін қыста да жазда да бұзылмайтын әрі дәмін сақтайтын жент туралы сұхбат болады. Ол үшін бізге технолог маман Әйгерім Серік келді. Таныс болыңыздар, қайырлы таң. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қазір біз не жасап жатырмыз? Біз адам ағзасына өте пайдалы, күнделікті тұтынатын бал араласқан жаңғақтардан қоспа жасаймыз. Бұл қоспаны күнделікті пайдалану адамның иммунитетін көтереді. Қазіргі таңда тұмау, тағы да басқа вирустарға қарсы кішкентай балаларға да өздеріңізге де күнделікті тұтынсаңыздар өте пайдалы. Кез келген уақытта жеуге болады ғой, таңертең, түскі асқа, кешкі асқа. Негізі таңертең 1-2 шай қасық шаймен ішкен өте пайдалы болады. Себебі таңғы ас кезінде дәрумендер бізде өте қатты адам ағзасында сіңіріледі. Сіз қолыңыз жасай берсін, өзіңіз осы кәсіп түріне келуіңіздің оқиғасын қысқаша айтып беріңізші көрерменге, себебі адамның кәдімгі қарапайым гурмандық деп айтсақ бола ма, ауылын сағына жүріп, бір-екі қадам жасай отырып, қазір нәпақа көзін айналдырып отырсыз. Мен негізі 2018 жылы мектеп... Жасай беріңіз, сөзіңіз тоқтамасын. Негізі мен өзім 2018 жылы орта мектепті тамамдадым. Өзім Түркістан облысы Жетісай ауданының қызымын, ауылдың тумасымын. Және Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетіне педагогика мамандығы бойынша түстім. Және де 2022 жылы мен бакалавр мамандығын аяқтадым. Және қазіргі таңда магистратураның 2-ші курсын тамамдағалы жатырмын. Мен Астана қаласына келгеннен кейін Шымкенттен ауылдың құртын сағындым, былайша айтқанда. Сонымен мен құрт іздедім. Бірақ таппадым, алдым әрине, сатып алдым. Бірақ та дәмі басқаша. Дәмі басқаша, қоспа қосылған болды. Сонымен менде неге сатпасқа ауылдың құртын деп өзім ойладым. Және де ауылдағы кісілердің сүттерін жинап біз үлкен көлемде сүттер жиналды, одан айран ұйыттық және майын бөлек алып, сүзбе дейді ғой, сүзбе алып құрт жасай бастадық. Және оны жаймендеп біз онлайн арқылы саттым. Солай мықты сапаның арқасында қазіргі таңда өте көптеген бізде клиенттеріміз бар. Тұтынушыларға сапа ұнауда, жалпы сапаға жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар ұлттық тағамдарды да қостық. Рафаэлла, жент және ірімшіктер. Ірімшіктер енді күніне қанша тапсырыс болады сізде? Мысалы, басқа өзге де ұлт өкілдері тапсырыс бере ме? Өте көптеген бізде шетелдерге де кетіп жатыр. Шетелде оқитын студенттер өздерінің достарын алып кетеді. Көбінесе сыйлық ретінде бізде әртүрлі ассортиментте көптеген заттар бар. Мысалы, жентпен құртты қосып береміз деген сияқты клиенттің қалауына байланысты жинап береміз. Және тек қана қазақтар емес, бізде орыс ұлтының өкілдері де өте көптеп алады. Қаймақтар бар бізде, табиғи тұрақты клиенттеріміз көп. Сіз көпше түрде айтып жатырсыз, бізден алады деп. Сізден жалғыз емес қой, яғни сіздің кәсібіңізде жұмыс беруші де болып отырсыз ба қазір? Бізде команда бар жалпы. Мен өзім айына 1-2 рет жаңағы өзімнің ауылыма, яғни Жетісай ауданына барып тұрамын. Ол жақтағы құрттың сапасын барлығын көру үшін ол жақта үлкен команда жұмыс жасайды. Және SMM мамандары да бар, және сату мамандары. Яғни қанша адам қазір жұмыс істейді? Және олардың жалақылары қандай? Қазіргі таңда 10-ға жуық адам жұмыс жасайды. Бізде жалақылары 100-150 мың теңге көлемінде. Үйде отырып? Үйде отырып, иә. Бәрекелді. Енді мына жерде жентке көңіл аударайықшы. Кезінде апам жентке май, қан және де осы женттің өзін қосып араластыр деп үйретуші еді. Енді мына жерде қарасам түрлі түсті бояу, тіпті мармелад та қосқан сияқтысыздар, иә? Ол адам ағзасына зиян емес пе? Негізі бізде шоколадтар 100% табиғи шоколадтар, Колебаут фирмасының шоколадтары қолданылады. Ол адам ағзасына зияны жоқ. Және женттер, мармелад бізде ең таңдаулы триптік мармеладтарды қолданамыз. Қазіргі кезде солар халал сертификатымен бар. Бұл жерде қазіргі таңда жентті бұрын бізде сөк қосып солай жасады. Ал қазір талқан және де бал қосып жасаймыз. Тіпті кейбір өңірлерде, мысалы Талдықорған облысында тарының өзін қатты күйінде салып жүреді екен.
Ондай дәмін көрдіңіз бе? Иә, ондай бар. Негізі қазіргі кезде көбінесе кейбіреулер мысалы сөкті жемейді, сол сияқты. Ал егер сұрап жатса, біз сөкпен де жентті жасай аламыз. Бәрекелді. Ендеше ары қарай қандай іс-қимыл жасауымыз керек? Бізде жаңғақтарды майдалап алайық, блендердің көмегімен. Ал, кеттік. Қалай? Өзіңіз жасаңыз. Оны жабу керек шығар ана алын, иә. Ал, тоқтаңыз. Енді менің үйден алып келген блендерім қалай істеу керек екенін білемін де. Дұрыс па? Жоқ. Сіз көмектесіңіз. Алмас, сен бізден жақсы білетін сияқтысың ғой, иә? Көрініп қалды. Орнатылуы керек бұнан. Енді бұл техника ғой, иә? Техниканы біз білмейміз, техниканы дұрыстап. Жете ме әлде тағы ма? Кішкене тағы да. Жетеді. Болды 5000 теңге. Және осыған біз бал араластырайық. Бал қосамыз және сіздер жасай беріңіздер, мен екі ортада көрерменге әдеттегідей ғой біздің Оян таң хабарында негізгі міндеттерінің бірі ол мотивация. Мотивация, мінекей құрметті көрермен, кәсіп бастаудың сіздерге айқын дәлелі. Жай ғана ауылының құртын сағынған қарапайым қазақтың қара домалақ қызы бір күнде осы бір ауылының құртын сағындым, мен сияқты сағынатындар көп шығар деген ойдан-ақ қазір салық төлеуші, жұмыс беруші, өзін қамтамасыз етіп отырған кәсіпкер. Сондықтан сізде осынға дейін үйту керек ет, бүйту керек ет деген ойларды шетке ысырып тастап, мен өзіңіздің анаңыздың жасайтын тағам түрлерін мәселен ауылда болады ғой бәрімізде. Әжемнің мантысын сағынамын деген сыңайлы бір ойларға ойда жүрген болсаңыз, мінекей кәсіп түрін дөңгелетіп алып кете салуыңызға болады. Және де Оян таң хабарына мен сол бір оқиғаны есіме қайта-қайта ала беремін, себебі мен ерекше қатты таң қалған едім. Қарапайым ауыл тұрғыны қазір әбден сәнге айналды ғой, суши, ролл, пицца тапсырыс беріп үйде жегенге құмарлап кеткен кездер болған. Дәл солай суши, роллды сағынған ауылда жатып, қаладан тапсырыс беру мүмкін емес болғандықтан өзім жасап көрейінші соны деп YouTube-тан бір-екі рецептін көрді де өзі ауылда жасап үйреніп дегустация жасап, әрине бәрінің ойынан көңілі шыққаннан кейін дәл сол кәсіпті ауылында дөңгелетіп отыр қазір. Мінекей дәл сол сыңайлы әйгерім қыздарыңызда қазір мінекей күнделікті ағзаға әсіресе пайдалы десерт деп айтайыншы, түрін дайындады. Жаңғақтың түр-түрін қосты, өзіңіздің қалауыңызға, фантазияңызға қарай шығар бұл жерде. Иә, негізі мейіз де қосса болады, жаңағы кептірілген жемістер қосуға да болады, әркімнің өзінің қалауына байланысты. Үйде қолжетімді не бар сомен. Және де бізде табиғи балымыз, балды араластыру арқылы бұл қан айналым жүйелерін реттейді, өте керемет. Жалпы кішкентай балаларға да өзімізге де күнделікті пайдалансақ, ешқандай вирустың алдын алады. Тамаша. Иә, бұған қарап, мысалы, балға жаңғақты қосамыз ғой. Сол дүниені маған бұрында апам жасап беретін еді. Соған ұқсап тұр, тек қана мына жерде блендерден өткіздік, иә? Немесе жаңа технологияға дамыған ғой, соған әдетте блендерден өткізіп жасайтын шығар, иә? Енді жентке оралайықшы қайтадан. Жарамдық мерзімін сақтау үшін арнайы бір ережелері бар шығар, өйткені қыста да жазда да мысалы өзінің дәмін сақтайды деп айтып жатырмыз. Бізде женттер, барлық өнімдер негізі тоңазытқышта сақталады, белгілі бір температурада, және өте төмен температура болмау керек, өте жоғары болмау керек. Өзіміздің режим бар, және үлкен бізде тоңазытқыштар бар, сол жерде барлық өнімдер сақталады. Тек қана жент емес, жаңа құрттың өзі солай, бірақ құрттар ол жерде ешқандай көп тұрмайды, себебі бізде күнделікті адамдар көп тұтынғандықтан жалпы құрттар бізде қалып қалмайды. Бәрекелді. Әйгерім ханым, біз сізге көп алғыс айтамыз, және де сізге береке, жеңіс, жемістер тілейміз. Ең бастысы сізге біз үлкен алғыс айтқымыз келеді, себебі бұл біздің ұлттық тағам түрлері шетел асып жатып, тапсырыс беріп жатқандар да көп дейсіз, арта берсін олардың саны. Жалпы күніңіз сәтті өтсін, әлде осы бір бизнес түріңіз халықаралық деңгейге шыққан кезде тағы бір студияда кездесейік. Рахмет, сау болыңыздар. Дәмін көріп, рахаттанып жатырмын. Ары қарай, құрметті көрермен, енді бізді Жұлдыз Жорамалдың кезегін көрейік. Арыстан психологиялық тұрғыда махаббат мәселесінде материалдық жағдайда отбасылық қиындықта барлығы сізден көмек сұрайды. Ешкімнің көңілін қалдырмаймын деп жүріп, өз істеріңіз кейінге қалып қоюы мүмкін. Сақ болыңыз. Бикеш,
Қаражатыңызды жоспарлап, орнымен жұмсауға талпыныңыз. Оңды солды ақша шашып, мол шығынға кенелесіз. Арты жақсылыққа апармайды. Қызғушылықтарыңызды сол себепті де ақылмен, оймен жүзеге асырыңыз. Таразылар бұрын ата-анасы, туыстары қарсы болған істі енді қолға алып, жүзеге асыру мүмкін. Тәуекелге бармас бұрын жақсылап ойланыңыз. Қиындық туған жағдайда істі тағы да кейінге қалдыра тұрған жөн болар. Саршаян, қаңқу сөз көбіне жақсы адам жөнінде айтылатынын ұмытпаңыз. Сол себепті өзгелердің пікіріне мән бермей, өтірікшіні аралас жағымсыз пікірлерді еш елемеңіз. Әр ортада белсенділік танытсаңыз, жоспарлаған істеріңіз өзіңіз ойлағаннан да оңай атқарылғанына куә боласыз. Құрметті көрермен, жаңа ғана дәруменге толы десерттің дәмін көрдік. Ал ол десертті жемес бұрын, әдетте орныңыздан тұрып, жаттығу жасау керек. Сондықтан оян да сергек бол айдарынан қайталаңыздар. Оян. Таң берекелі болсын, құрметті көрермен. Бас ауруының басты үш себебін білесіз бе? Ол әрине жастыққа дұрыс жатпағаннан, қозғалмай жұмыс істеуден және эмоциялық күйзелістен. Ендеше дәрігердің көмегінсіз бұл ауруды қалай емдеуге болады? Әрине оян таң хабарының жаттығуларының арқасында. Ендеше бастайық. Кеттік. Бүгінгі жаттығуларды жасамас бұрын алдымен көріп алыңыз. Түсінікті болса, бастайық. Бұл жаттығу басыңыздың қан айналымын жақсартады, шаштың түсуін тоқтатады. Келесі жаттығуда қолымызды алға шығарып, саусағымызбен желкемізге дейін жеңіл ұрғылау арқылы бас қан тамырларының жұмысын жақсартамыз. 30 секунд бойы дәл осыны қайталап жасасаңыз, басыңыздың ауырғаны лезде басылады. Ал енді келесі жаттығуға көшейік. Қолымызбен құлақтың артындағы нүктені басып, сағат тілімен кезек-кезек айналдырып шығамыз. Соңына қарай құлақты 3 рет төмен тартамыз. Алина, білесің бе, кейбір адамдар бас ауруын былай қысу арқылы емдейді екен. Сен айтасың, кейбір адамдар тіпті ұрады екен басын. Құрметті көрермен, бұл дұрыс емес. Екі саусағымызбен басымызды басамыз. Мамандардың айтуынша, осы секілді қарапайым жаттығулар инсульттің алдын алады. Бұл жаттығулар күніне кем дегенде 3 мәрте жасау керек. Біз көрсеткен жаттығуларды күніне 2 рет кез келген жерде жасасаңыздар болады. Ендеше әр таңда, оянда жаттығу жаса! Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен, студия төрінде қонақта Мұрат Ергешбаев, Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты. Естеріңізде болса, жуырда мемлекет басшысы үкіметті отставкаға жіберіп, атқарушы органдарды қайтадан жасақтады. Ал енді жаңа үкіметке қандай міндеттер жүктеледі? Мұрат мырзаның өзінен сұрайық. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Енді кеше президенттің қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Мемлекет басшысының айтқан мәселелері бір жолдауға арқау болатын сияқты. Өзіңіз нақты қандай мәселелерді іліп алдыңыз? Енді өткен былтырғы жолдауында мемлекет басшысы біраз тапсырма айтты. Әрине. Ең бастысы үкіметке біздің Қазақстанның жаңа экономикалық моделін құрастыру деген. Оның ішінде бюджет кодексін, салық кодексін саясатын әзірлеу, жаңа осы заманға сай жасақтау деген тапсырма берілген болатын. Өкінішке орай ол енді
нақты орындалмады, оны кеше өзі нақты айтылды. Енді бұл бағытта қазіргі үкімет басшысы осы айтылған тапсырмаларды уақытылы орындайды деп біз сенеміз. Себебі өзі де кеше өзінің уәдесінде берді. Негізі өзінің қызметі бойынша әрдайым осы қойған өзінің тапсырмаларын, өзінің мақсаттарына жететін азаматқа ұқсаған сияқты болды. Шынында да енді қазіргі үлкен мәселе, бизнес қауымның да, жалпы қоғамның да қазір тұрған алдындағы үлкен мәселе ол салық саясаты. Қалай болады? Бір жағынан енді кеше мемлекет басшысы айтып отыр ғой. Бір жағынан жаңағы біз жағдай жасауымыз керек бизнес қауымға. Себебі сол бизнес қауымы даму үшін жағдай жасауымыз керек. Бірақ екінші жағынан біздің енді бюджетіміз, республикалық бюджетіміз, Қазақстанның бюджеті 50%-дан астам ол жаңағы әлеуметтік бағдарламаларға бағытталған. Сондықтан оны да ұмытпауымыз керек. Ол деген сөз жаңағы салықпен біз өзіміз бюджетімізді толықтыруымыз керек. Сондықтан осы екі ортада бір тепе-тең табуымыз керек. Бірақ ол жерде ең айтқаны міндетті түрде ол тек қана жаңағы фискалдық, салықтық мамандармен емес, бұяқа бизнес қауымды да, үкіметтік емес ұйымдардың да ойларын, пікірлерін қосуымыз керек, ескеруіміз керек. Енді жаңа уәде берді деп айтып қалдыңыз. Көпшіліктің пікіріне тоқталсақ, уәде бергенін естідік, енді нақты іске қашан көшеміз дейді? Бұл жерде нақты іске кеше бастап кетті деп айтуға да болады. Бұл енді әр сала бойынша өзінің бір нюанстары бар. Оны мысалға ертең бітеді деп айтуға болмайды. Мысалға сол салық кодексін ұзақ мерзім керек деп ойлаймын. Себебі енді оны жан-жақтан талқылап үлкен саяси біздің мәні бар бір құжат болу керек. Ол енді өзгермеу керек. Ең бірінші сол салық кодексіміз түсінікті болу керек. Қарапайым адамға түсінікті болу керек. Ең жаңа бизнес қауымға қолдау жасайтын әрекеттер оның ішінде болу керек деп сөйтіп тапсырма айтқан. Енді оны зерттеліп істеу керек енді. Бірақ енді бұл кешеден жұмысын бастады ғой, енді уақыт беру керек. Негізі айналасын қарап, біраз бағдарламалардың несін орындалмағанын себебін білу керек, не себептен болмаған, мүмкін нақты бақылау болмаған шығар, талап болмаған шығар. Негізінде экономикамыздың жағдайы жаман емес, мүмкіндік бар бізде. Бірақ бұл енді құжаттар, үлкен құжаттар. Енді қазір біздің мәжілісте бюджеттік кодекс әзірленіп жатыр. Олда да былтырғы мемлекет басшысының жолдауының тапсырмасында аясында жасалып жатыр. Олда да, ол бюджеттік кодексті ол да жеңіл көріп. Кеше маған жақсы ұнағаны үкімет басшысы өзі жаңа таныстырып жатқан кезде айтқаны, негізінде біздің бюджет экономдауымыз керек, сәл жинақталуымыз керек бюджетімізді деді. Алан-таражға кезек күтетін, кейінге қалдыруға болатын осындай бағдарламаларды тоқтатуға дегендей сондай бір мысалы келтірді. Ең басты халыққа керек инфрақұрылымға жұмсауымыз керек. Ол өте керемет. Осы сөзінде өз басыма маған қатты ұнады. Баяғыдан бері сұранып тұрған мәселе еді. Кеше өз сөзінде мемлекет басшысы қағазбастылық мәселесін айтты да. Бюрократиядан арылуымыз тиіс деп, және әкімдер мен үкімет арасындағы жұмыс істеу тәсілін түбегейлі өзгертуіміз қажет дейді. Яғни бұл жердегі әкімдердің рейтингі, инвесторларды тарту әкімдерге тікелей байланысты болады деген сөзді айтты. Осы бір инвесторларды бізге келер, оларды ұстап қалу әлеуеті жайындағы бағыттар, жұмыстар қалай жүзеге асады деп өзіңіз ойлайсыз? Бұл жерде мен ойлаймын, бұяқта бір команда болып, мысалға жергілікті әкімдер, өңірдің әкімдерімен осы үкімет бірлесіп істеу керек. Себебі кейбір нормативтік бізде құжаттарымыз ол республикалық деңгейде. Кейбір мәселелер сол өңірдің деңгейінде шешіледі. Жер беру, басқасын қолдау, инфрақұрылым тарту деген мәселелері ол жаңағы не. Бірақ жаңағы фискалдық мәселелер бойынша ол енді үкімет арқылы оны келістіруіміз керек. Шында да біз енді мемлекет басшысы енді бүкіл әлемді аралап беделді бір танымал бір кәсіпкерлермен әлемде кездесіп жатыр. Барлығы осы біздің Қазақстанға шақырып жатыр. Соның нәтижесінде мына мысалға Қызылорда қаласында Ордаглас деген шыны заводы ашылған. Жалғыз Қазақстан бойынша шыны заводы, басқа жоқ. Бірақ та енді көрші елдеріміздің Қырғызстан,
Ресей шыны зауыттары арзан бағамен әкеп отыр. Мысалы. Осы жерде енді сеніп келген инвесторлар осыларға қолдау жасау керек. Осындай нюанстар өте көп. Соны жаңағы әрқайсысын бөліп, этап дейді ғой, этап бойынша әрқайсысын қарап, жетектеп жүру керек әр инвесторлар. Ол уже әкім, жергілікті әкімдер сол жерде жаңағыдай өзінің келген инвесторлеріне жанашыр болу керек. Себебі ол ертең жұмыс орындар болады, себебі ол салық көбейеді дегендей осындай мәселелер. Мына бір мәселеге тоқталып өтейікші. Мысалға, өзіңіз айттыңыз ғой, жаңағы мемлекеттік ақша талан-таражға түспеу керек, яғни ол сыртқа шығып кетті деген. Осыған дейін біршама миллиардтаған ақша теңге қайтарылды, және оған мектептер салынып жатыр. Онда инвестиция түрі деп атауымызға болады ғой. Әрине. Осы бағыттағы жұмыстар. Бұл енді инвестиция деген түрі бар енді. Негізі сыртқы инвестицияда шетелден, жеке кәсіпкерлерден, жаңағы қаржы институттардан келеді. Екінші инвестиция ол ішкі инвестиция. Біздің жергілікті кәсіпкерлер өздерінің қаражаты болады. Үшіншіміз ол жаңағы бюджеттік инвестиция дейді. Бұл жерде мемлекет басшысы айтатқаны, сіздер тек қана бюджеттен бәрін тарта бермеңдер. Сіздер жаңағы кәсіпкерлермен бірлесіп, солар жаңағы әлеуметтік бағдарламаларын солар орындаулау керек деп сөйтіп тапсырма берілген. Негізі жаңағы ол өте дұрыс бағыт, ол да келатқан бағыт, бірақ бұл жерде сәл белсенділік керек. Менің ойымша, қайтарылған қаражаттарды негізі өндіріске жіберген дұрыс. Әрине, мектептер бірінші кезекте. Егер де өңірлерде мектептердің жаңағы 3 ауысымдық несі кезегі бір ауқымды болып жатса, сол жерге мектеп салу мүмкін мәселесі бар. Мүмкін мектеп емес, мүмкін жаңағы қосымша бір ғимаратын қосылу керек шығар, мысалға. Егер де жаңағы мәдениет клубтары бар ауылдарда, сол бар. Егер де ол күте тұратын жағдай болса, оны күтету керек шығар деп ойлаймын. Қаражатты нағыз күнделікті халықтың пайдаланатын осы біздің жағдайларымызды жасау керек. Ол не? Ол бірінші жаңағы электр жарығы кешке, жол мәселесі, су мәселесі, 24 сағат ағу керек, жолымыз тап-таза болу керек, асфальт болу керек, жаяу жүргіншілер болу керек. Ана балаларымызды біз балабақшаға сол таза көшемен апаруымыз керек дегенде. Бірінші кезекте сол бағытта айтқан, жаңа айтып отырмын ғой, мемлекет басшысы өзінде сол инфрақұрылымға бірінші кезекте жіберу деген өте қуантарлық жағдай. Сіз өзіңіз бұған дейін көп жылдар агро сектор саласында жұмыс істедіңіз. Қазіргі осы уақытта кешеде мемлекет басшысы айтты, шетелден дайын тауарды алғанша шикізатты өзіміз дайындағанымыз, өндіріп шығарғанымыз абзал деді. Сол өндірушіліге айналудың енді ауыл шаруашылығы да тікелей қатысты ғой. Әрине. Қазіргі халық шарттары қандай және алдағы өзгерістер қандай болмақ? Бұл енді жаңа мемлекет басшысы өзі нақты айтты ғой, енді баяғыдан бері осы көкейімізде жүрген мәселе еді. Бұл субсидия мәселесі. Қаншама триллиондап субсидия беріліп жатыр, бірақ біз енді дүкендерге, базарларға барсақ, көбісі жаңа Ресей, Беларусьтың заттары тұрады. Ол енді өкінішті. Сондықтан бұл жерде тек қана субсидияға сене бермей, жаңағы несиелендіру мәселесі, арзан пайызбен, ұзақ мерзімге, сондай ауыл шаруашылық саласына сондай қаражат бөлу керек, міндетті түрде. Сонда ғана сол жаңағыда бір жауапкершілікте болу керек. Бізде бәрі үйреніп қалған субсидияның мысалға тәсілін өзгерту керек шығар. Мүмкін субсидияның саясатын өзгерту керек шығар. Себебі енді 30 жылдың ішінде субсидия, мен ойлаймын, бір қатты бір айтарлықтай нәтиже берген жоқ. Мүмкін жаңағы форвардный сделка дейді ғой, мүмкін жаңағы фьючерлер осындай бір тәсілдерді пайдалануымыз керек шығар деп ойлаймын. Себебі дайын затты біз сатып алуымыз керек те қоймамызға жасақтауымыз керек. Себебі сол мүмкін енді қымбаттап атқан кезде, қиыншылық келген кезде сол қоймадан шығарып, қайтадан шығаруға болар еді деп сондай бір ойларымыз бар енді. Оны қазіргі сосын жаңағы мен әріптестерім, мен де оны қолдап отырмын, агробанк мәселесін ашу деп айтыр. Ол да керек шығар деп ойлаймын. Себебі ана аудандарда, елді мекендерге халықтары қалаға келіп, орталыққа келіп, жаңағы ол несиесін, ол құжатын тапсырмайды. Ол ана сіздердікінде есіктің алдынан дейін қайып кетеді ол. Бір кітте қыз келеді, келген келіңіз деді де қайып кетеді. Ол пәленбай километрден қайтам дегенше қандай уақыт. Сонда ауданда сондай бір филиалдары болса деген ойымыз ғой енді. Әрине, олда да бар қиыншылықтары бар. Бізде ол болған деп айтады бізде. Тарихымызда агробанк болды, Наурыз, одан кейін Наурыз банк болды, оның бәрі банкрот болып кетті. Бұл жерде енді талап
күшейту керек ол банкілерге. Осы тақырыптың бір тарамы дейінші, қорытынды сұрақ ретінде мен жаңа ауыл шаруашылығы деген мәселе бекер көтеріп отырғаным жоқ, себебі су тапшылығы сезілді өткен жылы. Судың да сұрауы бар, ауыл технологияларының су үнемдеуінің 13% ғана қамтылған дейді ел көлемі бойынша үнемдеу технологиясымен. Осы бағытта үнемдеушілік, сумен қамтамасыз етушілік бағыттағы алдағы бір қандай да белгілі жоспарлар бар ма? Бұл енді кеше ғана, бүгін ғана келген мәселе емес, бұл совет дәуірінен қалыптасып кеткен мәселе. Себебі біз сол гидромелиорацияға мән берілмеді. Себебі біз қалай жермен қазып аламыз, суды жеткізіп береміз, сөйтіп тыныш отырамыз. Ешқандай жаңағы латкование дейді ғой, бетонмен жасақтаған жоқпыз. Енді бізде жақсы бағдарлама жұмыс істеген, ПУИТ 1, ПУИТ 2 деген сол бағдарлама арқылы біраз мәселе жасақталды, бірақ енді бұл жерде тепе-тең бөлу керек. Мысалға, сол оңтүстік облыстерге мән беру керек. Судың табысы, мысалға, сояққа қаражат бөлу керек. Сосын қазір көбінесе айтып жатыр, мысалға, дақылдарды өзгерту керек, күрішті азайту керек. Мен ойлаймын, ол өте дұрыс емес, себебі күрішті енді нақты 2 есе, 3 есе азайтуға ол мүлдем болмайды, себебі біріншіден біз сол оңтүстік өңірлерден жұмыссыз пайда болады. Екіншіден, бұл күріштің несі бізге экологиялық мәселеде өте қолдау көрсетіп жатыр. Себебі барлық сорларын, тұздарын бәрін шайып беретін осы күріштік суарудың технологиясы. Одан бұғанда да мән беруіміз керек. Таппай жаңағы да үнемді. Ал енді басқа дақылдар түрлері бар жаңағы. Оларды жаңағы тамшымен, жаңбырлатып дегендей. Сондай тәсілге біз ауысуымыз керек. Оған енді өткен жолдауында да айтты ғой, жаңағы аграрлық ғылымын күшейтуіміз керек. Біз қазіргі тәсілде, мысалға, кеше ғана айтты, бидай 10 центнер алғанымыздың өзі өте ұят нәрсе. Басқа жерде 25-ке кетіп баратыр, басқа елдерде. Біз әлі сол тек қана көлеммен алып жатырмыз. Сондықтан бұл жерде де ғалымдардың да үлесі мол болу керек деп мен ойлаймын. Заман өзгеріп жатыр, технологиялар күшейіп жатыр қазір таңда. Сондықтан бұның барлығы қолда бар нәрсені тек қана біздің өзіміздің ынтамыз керек та бұл жасау үшін. Мұрат Әлқожаұлы, кешеде мемлекет басшысы мәжілістің жұмысына оң бағасын берді. Өткір өзекті мәселелер бойынша депутаттық сауалдарыңыз расымен де көптен бері шаң басып жатқан тақырыптар көтеріліп іске аса бастаған жайында сөз еткен еді. Енді осы бір жұмыстың нәтижесін жақсы, жағымды жаңалықтар нәтижесімен алдағы уақытта әлде студияда өзіңізбен кездесіп сұхбаттасамыз деген ниеттеміз. Барша әріптестеріңізге Оян хабар атынан сәлем айтыңыз, күніңіз сәтті өтсін дейміз, уақыт тауып келгеніңізге көп алғыс. Барлық қазақстандықтарға сәлем айтамын, амандық болсын. Еліміз заман, жұртымыз тыныш болсын, тек қана жақсылықта келсек. Жақсылықта келсек. Рахмет, ал құрметті көрермен, біз шағын ғана қысқаша үзілістен кейін кездесеміз, алыстамаңыздар. Біз эфирімізді жалғастырамыз, құрметті көрермен. Енді ғана қосылып жатсаңыздар, жақсы күн, жаңа күн жақсылығымен келсін дейміз. Күн берекелі болсын. Сіздермен бірге Алмас Тоғай және Ғалия Медиева. Біз ары қарай жалғастырайық. Қазір ұрпақ тәрбиесінде әкенің рөлі, әке тәрбиесі, әкенің өнегесі керек дегенді жиі айтамыз. Ал әлеуметтік желдегі ұлын тайға мінгізіп, кеңесін айтқан әкенің видеосы көп қаралым жинап қолдау тауып жатыр. Сен қорықсаң, ол асау болады. Сен мықты жыламасаң, ол сенен қорқатын болады. Сондықтан да аттың үстіндегі адам әлдеқайда мықты болу керек. Ойбай, тоқтатыңыз. Астындағы пікірлерге де көз жүгірте өтейік. Қарай бергім келеді дейді, керемет нағыз қазақтың баласы деп пікір қалдырған екен. Жаным мықты жігіт болатын бала, әкесі де сабырлы, ақылын айтып жатыр, түсіндіріп, әке мен баланың арасында жақсы байланыс бар, тайы да өзі сияқты сүйкімді тұяғы алмасын дейді берекелі. Бір жаман сөз қоспай, тамаша тәрбие беріп жатқан нағыз әке. Шынымен әке мен баланың махаббатқа толы қарым-қатынасы дейді, баршаға үлгі болсын. Сіздің де осындай өзіңіздің телефоныңызда түсіріп алған видеоңыз бар болса, бізге жолдаңыз, құрметті көрермен, көрсете отырып, астындағы жазылған пікірлерді оқи отырып, шығарамыз.
Иә, әрі қарай жалғастырайық. Ал мектептен келе сала әжесіне еркелеген оқушының видеосы да Инстаграмда қызу талқыға түскен. Алдымен видеоны көріп алайық. Бала кезде бұзықтық жасап қойып, ата-анамнан таяжейін деп қашып келгендегі жалғыз қорған әже ғой. Сол болып бала еркелеп. Иә, енді астындағы жазған пікірлерде де әженің мейірімі, махаббаты, әже мен немере арасындағы қарым-қатынас туралы көп пікір жазылған екен. Соның біріне тоқталайық. Қатты оқып келген бала ғой мынау, қандай керемет, күшті, біз де естіп немеремізді құшақтап отырайық дейді. Бұйырсын сізге де Алла жазса. Иә, еркелік жөнімен ұрпақтарымыз ата-әженің, ата-ананың елдің үмітін ақтар азамат болсын дейді. Бәрекелді. Маған да бұйырсын осылай немеремді күтіп алу. Ойбой, біздің үйде де осындай бір ерке бар. Бәріміз енді әже дегенде болды ғой, ұмытып кетесің. Жасың қаншада екені, немен айналысатының, не істеп не қойған бәрін ұмытасың да. Бұл әжеу деп егелейсің де қаласың. Апасының баласы деген пікір қалдырған екен. Негізі әже десе тоқтаусыз тағамның, тамақтардың көзі ғой. Қанша жеп отырсан да жеп алады әлі, жеп алады, тамақта таусылмайды дейсің. Бәрекелді әжелеріміз, ақжалқы аналарымыз аман болсын дейміз де. Құрметті көрермен, осындай бір керемет көріністен кейін тағы да осы бір сезімді жалғайтын тұмса табиғатқа сапарлауға ұсыныс білдіреміз. Кеттік. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін бізге студия төріне өнерлі жандар қонаққа келді. Ендеше таныстырайық. Алмас Жексенбаев, әнші, және де Азамат Үмбетов, сонымен қатар Мәулеш Абжапаров келді. Қош келдіңдер, жігіттер. Қош көрдік. Жетісудан аман есен жеткендеріңе біз өте қуаныштымыз. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы, шүкір. Бәрекелді. Астананың суығына үйрендіңіздер ме? Бірте-бірте үйреніп келатырмыз. Сіздерді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Енді естеріңізде болса, осы 5-ші қай күні еді? Ақпан? Жоқ, бүгінгі басты мәселе Астана қаласына келген. Яғни бүгін нешесі 8-ші ақпан күні, кітаптар көрмесі өтеді. Сол жақта өздеріңіздің өнерлеріңізді көрсеттіңіздер ғой, Бұйыртса көрсетеміз. Қазір сол кітап көрмесінің ашылуы болады. Жетісу өлкесінен келген. Күреңбел деп аталған өздеріңіздің триосы туралы жайында сұрайықшы, ол шараға әлі тоқталамыз. Құрылу тарихтарыңыз, өздеріңіздің негізі жұмыс істейтін ордаларыңыз жайында айта өтсеңіздер, сәлем айтыңыздар әріптестеріңізге. Енді ассалаумағалейкум барша қазақ елі, ассалаумағалейкум Жетісу өңірі. Енді біз өзіміз Жетісу өңірінен келгеннен кейін, сол Жетісу өңіріне қарасты Кербұлақ ауданы деген кішігірім Сарыөзек деген ауыл бар. Сол ауылдан туып өсіп, сол ауылдан өстік. Сол ауылды Күреңбел деп еркелетіп атайтын атауы бар. Сондықтан сол Күреңбел деген сол өзіміздің ауылдың атауына ұқсастырып қойған жайымыз бар, жаңа триомызды. Тамаша, репертуарларыңызға қандай шығармалар енген? Біз енді құрылғанымызға 1 жылдың көлемінде ғана болды. Жетісу облыстық филармониясына, Дәнеш Рақшыбатовтың филармониясына кіріп, енді ән қоржынымен жұмыс жасап бастап келатырмыз. Енді әзірше жаңағы халық композиторлары бар, халық әндері бар, сондаймен. Ендеше сол шығармалардың бірін тыңдайық, көрерменді қуантыңыздар. Ал енді мынау Ескендір Хасанғалиев ағамыздың Асыл арман деген жақсы бір әнінен бастайық. Баршаларыңыздың армандарыңыз орындалсын. Беуде. Бәрекелді. Armanım ak sevgilim, günümüzsün.
әлде бір алаулаған гүлдің бісі, әлде бір желпіп өткен самал мені, арманым айтарымды саған мені. Armanım kuzdan kular bulamısın, әлде бір күнім деген шуақпысың, әлде бір албыраған ай мекенсің, арманым айтшы маған қай екенсің. Şalkım uçkan kuzum benim, kaslar mı asmanda şarkıdağın kuzum benim, ben senin kudretine, ben senin kudretine gözüm benim. Aslarman, aslarman, ölümge şalkım uçkan kuzum benim. Aslarman, asmanımdan şarkıdağın kuzum benim. Ben senin kudretine, ben senin kudretine gözüm benim. Бәрекелді. Даусыңыздан Тамаша. даланың күмбірі шығып, аспаптардың әуені құлаққа бірден жағымды естіліп жатыр. Құрметті көрермен, бүгін студияда Күрең бел триосы. Қазір бізде жарнамадан кейін ойын болады, алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, жер жанаты Жетісудан келген Күрең бел триосы студия төрінде. Жігіттердің елордаға келу себебі бүгін елорда төрінде белгілі бір кітаптың тұсаукесері өтеді. Ол жайында біз міндетті түрде айта өтеміз. Елорда қала тұрғындары мен қонақтарына. Әзірге жігіттердің трио болып құрылғаны бір жыл ғана толғанын естідік. Филармония артистері, сіздер репертуарларыңызға көбіне халық әндері кіреді дедіңіздер, жаңа классикалық туындылар, бір қалай дейді, ностальгиялық шығармалар, иә, көбіне. Біз өздеріңізді көп сөйлеткеннен гөрі көрерменнің сұрауы үнемі. Бізге қазір телефон шырылы үзілмей хабарласып жатқандар бар. Менің пайымымша ол кісілер тапсырыс беріс келіп тұрған сияқты, мына жігіттердің осындай деген әнді орындалай ма екен, орындап берсе екен деген сыңайлы көңілдерін көтеру үшін. Бірақ өздеріңіздің жоспарлап осы Оян таң хабарында келіп орындаймыз деген шығармаларыңыз бар. Айта өтсеңіздер. Сымбатты серілерден ән сұрайық. Әрине енді мынау келесі орындайтын әніміз. Осы өзіміздің Жетісу жергілікті композиторы Әли Алпысбаев деген ағамыз бар. Сол кісінің Өмір өзен деген жақсы бір әні бар. Соны тартып өтейік, қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Тыңдаймыз. Ел жүредің елігі, сен ай мен
таңдарға тең еді. Ән мен күйді әуелеттім сен үшін, тарқалардай бойымдағы желігім. Өмір өзен өтер кетер жылыста, тұрушы еді қолымызға гүл ұстап. Өмір өзен өтер кетер жылыста, шіркін дәурен махаббаттың бал шағы. Сен ойладым тағы жүрек аңсады. Үзілмейді үзікші үмітті, сайра бұлбұл сан бұғашым кәусәрім. Өмір өзен өтер кетер жылыста, тұрушы еді қолымызға гүл ұстап. Өмір өзен өтер кетер жылыста. Өмір өзен өтер кетер жылыста, тұрушы еді қолымызға гүл ұстап. Өмір өзен өтер кетер жылыста, өмір өзен өтер кетер жылыста. Бәрекелді, тамаша. Расымен ойыннан көрі осындай керемет әнді тыңдап, ләззатқа бөленіп, марқайып қалғанға не жетсін, е? Бәрекелді, тамаша. Өмір туралы ойланып кеттің ғой? Енді 2023 жылы қыркүйек айында елге арнау концертін бердіңіздер. Осы сынды тағы алда қандай керемет кештер ұйымдастырып жатырсыздар? Енді 2023 жылы бұл енді өзіміздің туған жерді аралап, бұрынғы көрген көз бар дегендей, ата-анамыз бар дегендей, сол кісілердің алдына бір өнерде жеткен жетістігіміз осы деген сияқты бір көрсетейікші деп ауылдарымызға қойып шыққан жайымыз бар. Енді болашақта мынау жаңағы әндерде жаздырып, сол әндерді жарыққа шығарып, осы үлкен бірінші өзіміздің Талдықорған қаласына қойып, одан кейін реті келіп жатса Алматы жаққа шығып деген сияқты. Бұйыртса. Бәрекелді. Және Азамат, Алмас, Мәулеш үшеуі жарнамаға дейін шығарма орындағанда мүлдем басқа музыкалық аспаптар ұстап отырған еді. Қазір қолдарыңызға басқа аспап алып отырсыздар. Қандай тағы аспаптарды ойнай аласыздар? Баян домбыраны көрдік, флейта деп атаған дұрыс па? Мына жігітке, жігіт деп мына аспап. Жігіт деп атқан қойыз. Мелодика деп аталады. Мелодика? Мелодика. Мына жігіт негізі Алмас приманы бітірген. Прима аспабын білесіз. Бәрекелді. Азамат баянды бітірді. Мен дирижерді бітірдім. Бірақ үшеумізді әнші болып кеттік. Ананы қара. Квалификация осылай ауысып кете салады дейсіздер ғой. Тамаша. Негізі аспаптарды дирижерлік, прима дегенде, прима ол әншілік не ма? Опера ма? Жоқ, прима деген бұл қазір қазақтың аспабы болып кетті, негізі орыс мемлекетінің аспабы. Жоқ, мен прима қобыз деген балалайка енді аяқ асты әнші болып кеттік деп жатырсыздар. Бір-бірлеріңізді қалай таптыңыздар, соны еске түсірейікші? Жаңағы айттық қой біз Сарыөзек деген жерде. Сол жерде мәдениет үйінде бірге істедік. Топты қалай құрамыз деп шештіңіздер, сол туралы айтсаңыз. Біз енді Сарыөзек мәдениет үйіне біз алғашында қызметке орналасқан кезде мен өзім
күреңбел ансамбль деген болған. Сол ансамбльде сырнай аспабында ойнайтын болып қызмет істедім. Одан енді әнші тапшы болғаннан кейін жаңағы аяқ астынан әнші болуға тура келді. Одан кейін Алмас Мәулеш бауырымыз келді. Мәулеш бауырымыз басында келгенде бұл жігіт сол жаңағы дирижерлік қабілеті болды. Одан кейін ақырын тағы әнші жетіспеушіліктің несінен бұл жігітті әнші болуға тура келді. Одан кейін Алмас бауырымыз. Мен келдім. Негізінде Алмас бізден бұрын істеп кеткен. Бір-бірлеріңіз қанша жыл танисыздар? 5-6 жылдың көлемінде танимыз. Бәрекелді. Тамаша. Енді қазір көрермендер әбден ақ сұрауы мүмкін. Оған дейін мен озып сұрап, тағы бір қонаққа де сұрағым келеді. Кетер аяқ деп айтамыз ғой, өзіміздің тілмен айтқанда. Міне хабарласып тұр, бір көрерменді тыңдайықшы. Білегі бар шығар, иә? Қайырлы таң. Келепердесіз. Алло. Тыңдап тұрмыз, қандай сауалыңыз бар? Алло. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Ассалаумағалейкум, мына біздің қонақтарымызға, жерлестеріне үлкен сәлем айтқым келіп тұр. Біраздан бері тыңдаймыз. Аңсап, үшеуінің де бөлек-бөлек өнерлерін біліп, көп жүрген адамдар болғандықтан, қандай бұл жолға қалай жеткендігін білеміз бұл кісілердің. Сондықтан өнерлеріне табыс, тек алға деймін, мол табыс деймін. Жұмыстарына күнтіп отырмын бұл өнерлеріне. Ой, рахмет сізге де, ыстық лебізіңізге, күніңіз сәтті өтсін. Көрерменнің ыстық лебізі, жерлестеріңіз екен. Алмасбек тыңдап отырып, дауысына бейді. Әсіресе зер салып қалғанда қарағанда, Жәнібек сенсің ба деп айтатын сияқты. Дауыстан құсап кеді, досыңыздың дауысына құсап кеді. Оралбек деген досымызға құсаттық. Е? Әбден сол да болу мүмкін, хабарда сұрақ көріңіздер, мүмкін сол да шығар. Жаңағы менің бір өтінішімді орындаңыздаршы. Қандай бір қандай шығарма? Қазір көп әншілер орындап жүр, әлеуметтік желіде болсын. Көрші осы. Фаға түсіреміз. Көпшілік орындайды, көп әншілерді орындап жүрген YouTube желісінде де бар, әлеуметтік желіде де бар. Бір шәугім шай деген жақсы бір ән бар. Ауылды еске түсірейік. Ал кет. Ауылдың иісін аңықтамыз дейді жігіттер. Елорда төрінде. Осылып отырыңыз, құрметті көрермен. Енді қазір танайсыз түсіріп алайық та? Сәл танайсыз түсіріп алайық қазір. Андай бір-бірлеріңізге әдетте соль керек деп бірдеңе музыкалық аса біліктілігіміз жоқ, бірақ көріп байқап қалғанымыз ғой. Қандай нотаны іздеп жатсыздар қазір? Қазір ре нотасын іздеп жатыр ғой. Андай фониатор дейді, талталарда болады ғой, әншілердің түң деп тыңдап алады. Дирижерларда болады ғой. Хорға тоналис беру үшін арналған аспап қой. Фониатор деп айтады. Жоқ. Фониатор деген камертон деп аталады. Камертон деп аталады. Сөздік қорымыз айтты, бір көбейтіп алып отырайық ортада. Ал ендеше құрметті көрермен, Күреңбел триосының орындауында бір шәугім шай әні. Баршамыз оның сөзін ыңғайланып алыңыздар сіздерді. Бір шәугім шәй армедау естеріңде, қара шәугі қайнайтын кештеріңде. Қайраннан малынып қара терге, таңертең түс құятын кештеріңде. Қайраннан малынып қара терге, таңертең түс құятын кештеріңде. Қойдың қия отыны құрғақталға, қара борша түтіні будатаға. Таң бозынан тұратын қайранана,
шәугім шәй құятын қаймақталған. Таң бозынан тұратын қайрағанам, бір шәугім шәй құятын қаймақталған. Кезектері келуші қыраттарда, су әкелі құятын бұлақтарда. Қара шәугім қалдың ал қара боста, қанат қағып өзіңнен шырақтаған. Қара шәугім қалдың ау қара боста, қанат қағып өзіңнен шырақтаған. Бір шәугім шәй ішейік сырақтары, анамызды ешқашан жылатпайын. Келіп кетіп құрайық сағынышпен, айлап емес ара күн бір аптаға. Қара мешіт от болып тұра берсін, тамған терін ананың құлатпайын. Тамған тері ананың құлатпайын. Тамаша. Дәл осы әнді Өмірқұл Ниязов ағамыздың өзінен жанды дауыста студияда есту бақыты бұйырған еді, ал бірақ дауыстың көп қатпарлы болып, трионың орындауында мүлдем ерекше сезім сыйлайды екен. Тамаша. Жігіттер, көп рахмет. Танысқанымызға өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта мынандай бір келісім жасайық. Репертуарларыңызға тың өздеріңіздің шығармаларыңыз еніп, оның тұсауы кесілетін кезде, соның тұсауын хабар арнасы осы бізді студияда кесейді. Жақсы, тамаша. Рахмет келгендеріңізге. Әрі қарай эфирді жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бала тілі бал, ересек адамдарға қарағанда балалар үнемі шындықты айтады. Ақылды, тәрбиелі, білімді бала тәрбиелеу ата-ана мен ұстаз жетістігі. Балаңызбен әңгіме айтуды әдетке айналдырыңыз. Түрлі сұрақтар қой арқылы жеке пікірінде сұрап көріңіз. Әріптесіміз Балжан балақайлармен сөйлесіп, сұхбаттасып айтқан екен, көрейік. Оян. Қайырлы таң көрермен, сіздермен Оян Kids айдары ерекше сұхбатқа қонақтарымыз келіп қалыпты. Онда таныстырайын, Ақкербез Ринат қызы және Айбатыр Бағланым. Ыңғайлы отырсыздар ма? Иә. Күндеріңіз қалай басталды? Жақсы. Тұрғаннан кейін не істедіңіздер? Тамақ ішіп, далаға шықтым. Тамақ ішіп, үйде қалған. Жалғыз қалып көрдіңіздер ме? Иә. Қорықпайсыз ба? Жоқ. Жалғыз қалғанда не істейсіздер? Алғашта кітап оқи тұрам. Сосын кішкене шашамда ойыншықтарды жинап қоям кішкене. Сабақты оқимын мультикадан. Соңғы кешкене ұйықтай тұрам. Сонда неден қорқуымыз мүмкін? Монстр болмайды никакта. Монстр ол вообще басқа жерден тұрады, а Қазақстанда тұрмайды. Қазақстан деген сонда қай жер? Біздің еліміз. Қазақстанның басқа қалаларында болып көрдіңіздер ме? Иә, Дубай, Америка. Жақсы қасиет деген не? Ата-анамға көмектесем. Мен мамам көмектесем, мультик көбірек көрмеймін, тек қана анам көреді. Сыныпта сіздерге ұнайтын немесе ұнамайтын балалар бар ма? Асаналы ұнамайды, потому что ол сабақта ұнамайды. Ұнайтын адам бар ма? Умай бар, мен бармын. Асанали ол деген жақсы оқушы. Асаналінің біреу ұнайды, біреу ұнамайды, сонда сізге? Иә. Ұнамайтын адам бар ма? Иә, Ибрахим апайын тыңдамайды. Мектептегі мұғалімді міндетті түрде тыңдау керек пе? Иә, тыңдау керек. Онда ештеңе білмей қаласыз. Білім не үшін керек бізге?
керек пе? Я керек, себебі вообще білмейтін болса, онда өзің атын от қалып жүресің. Білімдік болса, онда ақылды адам боламыз. Ешкімді тиіспейміз. Кішкентай балалар ақша таба ала ма? Жоқ, сабақ оқу керек. Олар себебі өркен болуы керек адам сияқты. Неге ренжіп қаламыз ата-анаға? Себебі ұрысқан кезде, немесе жина деген кезде. Онда ештеңе алып бермесе. Қалай білеміз оны, ата-ананың ренжіп қалған? Папа оған гүл сыйлаған жоқ. Немесе біз оған көмектескен жоқпыз. Ата-анаңыз сіздерге қалай ұрсады? Немене шақтың деп, балына қалай тиісті дейді. Ақкербес телевизорды өшіріп болды, ұйықтаймыз деп ұрсады. Бізде де бұлай айтты. Мен телефонға айда деп айтады. Жылап қаласыздар ма ұрысқанда? Я, кішкене жойм, бірақ 5 минуттан жойм. Мен 4 минут. Бірақ маған кішкене ұрысқан кезде, кішкене жүрегім ауырып, кішкене жата тұрам, ойыншығымда шақтап. Нешеде ұйықтау керек бала? Бірде деген емес, 10 болсаң ұйықтан керек қыз, тұрған кезде мектепке барасың ғой. Неге 11-де ұйықтайсыз? Мама, папа да айтпайды ғой бізге үшінде деп. Өзі жағына жата қалады ұйықтап. Біз мультик көріп отырамыз. Сіз өмірге қалай келдіңіз? Ана үшінде туды. Мама қыз болсын деп, папа қыз болсын деп бірінші айтқан. Сосын мен әжем атын қойды, Ақкербес деп. Әңгіме айттық, иә? Біз ренжиміз, жиі ренжідік деген сияқты. Ал осыған қарама-қарсы біз қуанып жатамыз. Қатты қуанған кездеріміз болады. Маған мысалы біреу сыйлық бергенде мен қатты қуанамын. Киноға барсақ қуанамын. Маған еркелеткен кезде, және маған капитап берген кезде қуанамын. Бір жерге апасы ойнайтын жерге. Бірдеңке алып берсе. Адамдарды кешіре білу керек пе? Иә. Анамға кешір деп айтамын да, анам кешірмейін деп айтады. Сосын мен басымды алып кетеді. Сосын мен дейді, әнім де олай жасайды. Бірақ та кешіреді мені. Телефонды қанша сағат көру керек? 1 сағат. 1 сағат? Өте көп қой. 10 сағат көрсем болады ғой. Зато тез қой. Немесе 5 минут. Иә. Соны айтайын деген ғой 5 минутта. Нешеге толған кезде үлкен болады бала деген? Бірақ 12-ге. 12-ге, 17-ге или немесе 19-ға, немесе 20-ға. Иә, немесе 100-ге сол атылып кетесің қаласына. Ал сіздің жақсы көретін адамыңыз бар ма? Мен мама, папам. Мен де анам, папам. Еще балымның да. Анам мен жас көрмейді осы. Махаббат туралы әндер білесіздер ме? Жүрегім есімде, айта алмасам есімде деген. Мұста Осам несін алысқа? Осам дегеніз? Осам деп қойыңғы. Жайлап айтып атқан емес. Осам деп қойыңғы. Түсіп қалған тісті бір жерге тығып қояды екен, е? Жасыққа тығып қояды. Иә, себебі бірінші жасыққа тығып қоймайды. Тісті жайлап атсайды, онда сосын бірдеңе желание атады. Сонда арман дегеніміз не екен? Желание. Сіздерге ата-аналарыңыз қандай ақыл айтады? Сен жақсы оқы, сен бәрін білесің, сен бәрін оқи аласың, сен бәрін жаттай аласың деп. Папам, қызым, мен сен жас көрем, сабағыңды жақсы оқы, мен кетемін деп айтты. Сұхбатқа келгендеріңіз үшін рахмет, аман болыңыздар. Оян. Міне, енді уақыт тағы да жұлдыз жорамал айдарына келді. 8 белгіні айттық, енді қалған 4 жұлдыз белгісіне қатысты қандай жорамал бар, ендеше кезек жұлдыз жорамалда. Мерген, бүгін сіз үшін жаңа идеялар мезеті. 1 минутты да босқа өткізбеуге тырысыңыз. Өзіңізді жан жақты жетілдіруге таптырмас кезең. Жақсы адамдармен танысуыңыз мүмкін. Мұндай таныстық өзіңіздің орныңызды табуға көмектеседі.
тауешкі, алда күтер сәттіліктер бойыңыздағы жалқаулық пен еріншектікті жеңе білуіңізге байланысты. Достарыңыз бен жақындарыңызға қол ұшын созсаңыз, өзіңізде қуанышқа кенелесіз. Су қойғыштар бүгін беделі мен абыройына нұқсан келтірмеуді қадағалау керек. Күндердің бір-біріне айнымай біркелкі өтуі жалықтырып жіберуі мүмкін әрине. Мұңға салынып, бірақ мойымаңыз. Біліміңізді жетілдіруге өте қолайлы кезең. Балықтар, жұмыс, оқу мен жеке өміріңізді де қатар алып жүріңіз. Біріне артық, ал біріне кем қарауға болмайды. Екеуде өміріңіздің ажырамас бөлшегі болғандықтан, бірде уақыт бөліп, бәріне үлгіруге тырысыңыз. Оян. Құрметті көрермен, Оян таң хабары әрдайым өзінің айтқан сөзінде тұрады. Мен эфир барысында айтқан едім, қазіргі эстраданың жарқын жұлдызы. Ерекше болмысы бар, лирикаға толы шығармашылығы әнші Мәди Сыздықов студия төрінде бізде қонақта. Қайырлы таң. Мәди, ассалаумағалейкум. Лақап аты Мәди Стейшн есіммен танымал болған Мәди біздің студия төріне келіпті. Қайырлы таң, сізді көргеніңізге қуаныштымыз. Енді жақындағы жаңалықтармен бірінші 1001 түнмен бой жеткен әнін кавер-шоуда айттыңыз. Керемет орындау. Енді бұл әндерді қалай таңдадыңыз? Енді бұл әндерді менің өзінің қасында жүрген жолдастарыммен ақылдасып, музыкамен айналысатын. Осы екі әнді таңдадық, сосын орындап жеңіске жеттік кавер-шоуда. Бәрекелді. Көңілден шықты деп ойлаймын халықтың. Оған дейін хабар арнасының тұрақты көрермендері топ жарғаннан біледі. Иә, топ жарғаннан біледі. Ол жердегі үзінділерді мен қазір бір үзіндісін көрсетейік көрерменге, содан кейін мен ойым жалғастырамын. Әлеген әлеміңді әнмен баурадың жүрегімді сәніңмен таба алмай сендей жанды күнім барайын армандарға өзіңе сағындым нәзік даусыңды еркем о сенсіз Осы топ жарғандағы және де өзге де өнер көрсеткен концерттен басқалардан жанды дауыста. Әсіресе үзінділері мен әлеуметтік желіде ютубта отырып, ерекше дауысының ерекшелігі бар әншілер деп бір теріп болады ғой, бір ютуб кетіп қаласың ғой, бір сағат 3-те. Сөйтіп отырған кезде дауысындағы ғырлы бар әншілердің ең ішінде Мәдидің, сен оның өзін көрдің бе жоқ па білмеймін, Мәдидің бір үзіндісін шетелдік музыканттар, композитор, аранжировтар отырып алып, Мәдидің дауысын тыңдап жаңағы болады. Бұған жақта Мәдидің орындап жатқаны бар да, өзлері «Вау! О май гад!» деп тұрып таңғалып жатқан. Италиядағы жанкерлер емес пе? Никита есімді бір жанкер бар. Ол да бар. Сосын Америкада музыкадан сабақ беретін мұғалімдер бар. Өздерінің реакциясын көрсетуде. Сол желінде. Негізі мен осының айтып барып келіп қойғым келген сұрағым дауыстағы ғырыл ол бұрыннан бар ма еді, әлде бір стиль, фишкаға айналдырдың ба? Бұл шыны керек фишкаға айналдырдым, өйткені бір ерекше болу керек болды. Ән айтқан кезде соны ұштап. Оның бір белгілі техникасы бар ма сонда, ғырылды шығару үшін? Бір техникалар болды, мен интернет желісінен қарап, сабақтар алғам. Сабақтар қарап, содан үйреніп, осы неге айтпасқа солай деп. Демек, ғырылсыз да айта аласың? Ғырылсыз да айта аласың. Бір үзіндісін жасап көрейікші өзіңнің бір жақсы білетін әніңнен. Мәселен, біздің енді қазір көрерменге міндетті түрде өзінің авторлық әні бар, Сағындым атты. Оны орындаймыз, ал бірақ соны қазір ғырылсыз және ғырылмен үзіндісін белгілі бір бөлігін. Әлеген әлеміңді әнмен баурадың жүрегімді сәніңмен таба алмай сендей жанды күнім барайын армандарға өзіңе сағындым нәзік даусыңды еркем о сенсіз ай мұңлы
жанымда болсаң мәңгілік, арнаймын саған осы әнімді. Иә, бұл қырылсыз, ал енді екінші нұсқасын көрейік. Өзің стиліңде. Әлейін әлеміңді әнмен, баурадың жүрегімді сәніңмен, таба алмай сендей жанды күнім, барайын армандарға өзіңе, сағындым нәзік даусыңды, еркем о сенсіз ай мұңлы, жанымда болсаң мәңгілік, арнаймын саған осы әнімді. Бәркелді. Енді мен олай айта алмаймын. Қысылып, тамаша. Біз енді оның толық нұсқасын міндетті түрде құрметті көрермен орындауын сұраймыз, өзіне тән стильде. Енді қазіргі кездегі шығармашылыққа, жеке шығармашылыққа тоқталайық. Тыңдармандар ән күтіп отыр, мысалы, репертуарыңызда бір жаңа ән жазып жатырсыздар ма? Иә, құдай қаласа бір екі ән жарыққа шығады. Жақын арада соның өңдеуінде қазір процесс істеміз. Иә? Иә, құдай қаласа. Ай өмір ай деген, сосын Аласта деген екі ән жарыққа шығады. Сөздері әні өзіңіз жаздыңыз ба? Бір әні өзінікі, Ай өмір ай деген Ринат Зайытікі. Вау. Тамаша. Арнайылап жазылған ба саған, әлде? Арнайылап жазылған. Иә? Алматыға барған кезде ол кісі өзі берген. Ринат Зайытов, яғни Мәди Сыздықовқа арнап өзінің жазған шығармасы жуырда жарық көреді, көрерменге жол тартады, құрметті көрермен, бәріміз асыға күтеміз. Және де ауқымды бүкіл әлемнің қазақтарын жинастыратын, ұйыстыратын бір жоба бар, отандастар деген. Соның аясында бірер концерттер өткен екен, және де алдағы уақытта өткенімен алдағы жоспарлар жайында бөлісе өтсең. Келесі аялдаманы Англия деп қойған екенсіз парақшаңызда. Құдай қаласа енді осы алдыңғы жылы отандастар қорымен ұйымдастырылған концерт болды. Ол Өзбекстан және де Ресейдің Омск қаласында болды. Өзіміздің қандастармен көрістік, әндерімізді айттық. Және де Қазақстанның жарық жұлдыздары еңлік болды. Мархаба Сәбимен осылай өнерімізді көрсетіп қайттық. Халық риза, біздер риза, жылы ілтипаттардың ықыластарына ие болып қайттық. Сол енді алдағы уақытта жоспарымызда тағы да шетелдерге бару керек. Барамыз, енді әлі әзірше айта алмаймын. Бұл құпия болған беді? Иә, кішкене болған кезде айтармын. Яғни барар мемлекеттің музыка сүйер қауымы алдын ала білетін бір белгілі уақыт бар, айту керек. Түсіндім. Жарнама ретінде айтамыз сол кезде. Енді Мәди Сыздықов дегенде біз бірден жаңағыда топ жарғанда болсын, басқа жерде өзінің авторлық әндерін көбіне лирикаға толы, мән мағынасы бар шығармалар. Жеке Мәди Сыздықовтың ойынша ән қандай болу керек? Ән меніңше бір ойға салу керек, жүректен өту керек, жүрекке жету керек деп ойлаймын. Адамға бір белгілі бір ой сала білу керек деп ойлаймын. Әр әннің сөзіне жазылған, сөзіне қарай, әніне қарай. Сол негізі ойым. Енді мен бұл сұрақты ары қарай жалғастыра отырғым келіп тұр, келесі сұрақпен. Себебі қазір әлеуметтік желде, тойда дүңкірлеген әндер, өзге тілдердің сөздерімен қосынысы, мән мағынасы аса бір түсініксіз, мән мағынасын бұлай тұрсын, сөздерін түсінбей жататын кейбір әндер бар. Солар бойынша енді кәсіби әнші ретіндегі ойын. Енді әр өз әншінің мақсаты бөлек қой. Бәлкім ол кісілердің мақсаттары ақша табу, халықты жеңіл әнмен алдау шығар деп ойлаймын. Өйткені ол бір ой сала білмесе, онда енді бір күнді хит деп айтып жатады ғой кейбірлер. Бүгін бар, биледің, кішкене тыңдадым. Бір уақыттық. Ал ендеше, деп концерттегі де бастады. Құрметті көрермен. Құрметті көрермен. Мәди Сыздықовтың орындауында өзінің сөзіне, өзінің әніне жазылған Сағындым авторлық әнін
өзіне ғана тән стильде ғырылмен орындауын біз өтінгіміз келеді қонақ кәде ретінде. Мен қазір музыкалық аспабын алайын да қолыма табыстайын. Тыңдап, марқайып қалайын. Ал, құрметті көрермен, жан жақта ешқандай бүкіл тірліктің бәрін қойып тастаңыздар. Теледидардың дауысын барынша шығарыңыздар да ләззат алыңыздар. Әлейін әлеміңді әнмен баурадың жүрегімді сәніңмен таба алмай сендей жанды күнім барайын армандарға өзіңе сағындым нәзік даусыңды еркем ол сенсіз ай мұңлы жанымда болсаң мәңгілі арнаймын саған осы әнімді арнаймын саған осы әнімді аралап алма бақты бірге аяулым айтқан сөзің әлі есімде сүйіктім сүйем демедің бе неліктен қалдау енді сын жүректе сағындым нәзік даусыңды еркем ол сенсіз ай мұңлы жанымда болсаң мәңгілі арнаймын саған осы әнімді арнаймын саған осы әнімді күшті таңда таңертең күнде осылай біреу оятып тұрса әнмен ойбой не деген фантазия не деген армандар кетті мына жерде масаң тамаша Мади біз көп алғыс айтамыз уақыт тауып бізге студияға келгенге және де бір қолқа салғым келіп тұр жаңа тың туынды шығады жарыққа студияға келіп бірінші болып бізде орындасаң міндетті түрде орындаймын өйткені менің ең сүйікті осы арнам осы арнада бағым ашылды топжарған жобасы осы арнада болды осы жерде бағым ашылды әрине міндетті түрде презентация дейді ғой осы жерде жасайтын боламын болды құрметті көрермен еркек айтты еркек істеді ғой біз келістік ондай болса Мәди шығармашылық телегей табыстар тілейміз көп рахмет жақсы күндерде амандықта жолығайық күніңіз сәтті өтсін бүгінгі сіздерге де көп рахмет келгеніңізге тамаша ал құрметті көрермен осындай керемет бір нотада жарнамалық үзілісті жариялап жібереміз де бір әбдеттеге қайтадан ораламыз алыстамаңыз Оян таң нұрлы болсын құрметті көрермен эфирде Оян таңғы хабары құрметті көрермен біз мынада бір мәселені қазір талқылағымыз келіп тұр Ғалия екеуміз эфирде қазақша біз көп сөзде күнделікті өмірдегі тұрмыстағы қолданыстағы сөздердің көбі тікелей аудармаға ие екен калька сөздер ғой калька сөздер яғни мысалға баруда келуде өтуде деген сөйлемдер бар ғой сөздер бар ғой етістік сөйлемнің негізінде соңында тұру керек және де мен айтатын боламын мен бүгін осындайды көрсететін боламын. Немесе көбіне ағымдағы жыл, алдағы жыл, келер жыл деп айтады ғой. Негізі биыл, былтыр деген қазақтың сөздері бар. Оны еш қиындатудың қажеті жоқ, өйткені өзіміздің бұрыннан бар сөздер ойымызды жеткізудегі қарапайым сол сөздерді қалай сөйлем құрағанда қай құрылымы қай жерде тұру керек. Мәселен,
Мен ойлаймын деген сөз сөйлемнің басына тұрмау керек. Әрине, дұрыс айтасың. Мен ойлаймын бүгінгі эфир күшті болады деген сынды сөйлем жоқ. Және де біздің әлеуметтік желілердегі күнделікті қолданыстағы айтатын сөздеріміз комментарийдің астына қалдырыңыз. Комментарий қалдырыңыз деп біз көбіне айтып жатамыз. Ол сөз дұрыс емес. Жазып кетіңіз, пікір қалдырыңыз. Пікір жазып кетіңіз. Осы орайда сөзің аузыңда біздің әріптесіміз Азиза өзінің тіліңді біл айдарында калька сөздерді талқылаған екен, онда бейнематериалға зер салыңыздар. Оян. Қайырлы таң, қадірменді көрермен, эфир тізгінде тіліңді біл айдары және мен қазақтың қарапайым сарғызы Азиза Насимолла. Бүгін біз сіздермен калька сөздерді қарастырамыз. Соңғы жаңалықтарға байланысты отставкаға кетті сөзіне зер салайық. Үкімет отставкаға кетті. Жоқ, бұл дұрыс сөз емес. Отставкаға кету орыс тілінен аударғанда от және ставить, яғни екі етістіктен туындаған зат есім. Әскерилер отставить деген сөзді қолданатында біз жақсы білеміз. Яғни бұл бір нәрсені доғару, іс әрекетті аяқтау деген сөз. Оның қазақшасы қарапайым доғару. Ал біздің жағдайымыздағы отставкаға кету, яғни белгілі бір лауазымды тұлғаның немесе лауазымды биліктің өзге еркімен қызметтен кетуі, яғни тағы да бір сөз шығады. Қазақша аудармасы қызметінен кету. Неге біз отставка сөзіне соншалықты жармасып алғанымызды білмеймін, түсінбеймін. Уйти в отставку, яғни орыс тілінен енген кірме сөзге біздер ғаге автоматты түрде барыс септігінің жалғауын қосамыз. Негізінде бұл дұрыс емес. Неге десеңіздер, оның бұл сөздің қазақ тіліндегі керемет балама аудармасы бар, яғни қызметінен кету. Дұрысында үкімет қызметінен кетті, немесе үкімет қызметін доғарды болады. Бірақ бұл тұста елден үкімет мәңгілікке кетті ме, қызметін тоқтатты ма деген қазақша контекст туындауы мүмкін. Бірақ бұл олай еместігін бізде сізде жақсы білеміз. Сол себепті бұл сөзді әбден қолдана беруге болады деп есептеймін. Где бы ты ни жил, аман жүр. Дәл осы орыс сөзін біз қайда өмір сүрмесең де, қайда өмір сүрсең де деп шатысып жатамыз. Бұл негізінде дұрыс емес. Дұрыс аудармасы где бы ты ни жил, яғни қайда тұрсаң да. Қайда тұрсаң да, басың аман болсын, хабарда бол. Помочь с работы. Осы сөзді біз калькалаймыз. Жұмыспен көмектесу. Біз жұмысымызбен қисын түрде ойлап қарасақ, адамға қалай көмектесе аламыз? Біз жұмыс табуға көмектесе аламыз. Алматы мен Астананың арақашықтығы 5 километр. Жоқ, дұрыс емес. Расстояние между сөзінің тура аудармасы біз осылай арақашықтық деп аударып жүрміз. Негізі Алматы мен Астананың арасы. Ал осы арақашықтық тағы бір контекстте қолданылатын сөз бұл любовь на расстоянии, яғни арақашықтықтағы сезім, арақашықтықтағы махаббат деп айтқанды жақсы көреміз. Бұл да дұрыс емес. Негізінде жақта жүріп сүю, алыста жүріп сүю болады. Алда демалыстар келе жатыр, бәріміз театрға барғымыз келеді десек те, қыстың қамын жазда ойлап қойған дұрыс болады. Алдын ала билет сатып алыңыздар. Себебі билет сайтын ашқанда немесе барып білгенде аншлаг билет қалған жоқ деп тұру мүмкін. Негізі бұл да дұрыс емес. Аншлаг билет белгісі, тағы да билет қалған жоқ, билеттер сатылып кетті деп қояды. Жай ғана аншлаг болады. Себебі аншлаг сөзінің өзінің аудармасы билет қалған жоқ. Билеттің барлығы сатылып алынып кетті деген сөз. Оны 2 есе, 3 есе етіп жазудың қажеті жоқ. Жай ғана аншлаг. Көріскенше күн жақсы, қадірменді көрермен. Күндеріңізге сәттілік. Оян. Құрметті көрермен, эфиріміз жалғастырамыз. Қысқаша хабарландыру айта өтейік. Бүгін Астанада ауа райының қолайсыздығына байланысты 2-ші ауысымдағы оқушылар қашықтан оқытылады. Ауа райы расымен де Астанада кішкене бұрқасын жел, қар аралас жел болып тұр. Кішкентай балалар бүгін қашықтан оқиды. Енді ауа райы дегеннен шек тұр біздің ұлан байтақ жеріміз, қарап тұрсаң Қазақстан оңтүстік пен солтүстіктің, батыс пен шығыстың бір ел бола тұра, ауа райлар әртүрлі. Жалпы біздің қайсы болсын жеріміздің, өмірдің табиғаты тамаша. Ендеше аспаннан бір сапарлап қайтайық табиғатқа.
Оян. Я, расымен Қазақстанның табиғаты кең байтақ, көзің тоймайды, я? Осы шетелде болған кезде көбі бізде мынандай зәулім үйлер бар, өзен бар, көл бар, теңіз бар деп мақтанып жатыр да. Сонда мен тұрдым да, ал бізде ше деп тұрдым да, бізде бәрі бар. Алматы қаласында тау десе тау бар, өзен десе өзен бар, ал Астана қаласында зәулім үйлердің барлығы бар дедім. Осыған орай қазір Алмас Еркебұлан Тоқтардың орындауындағы бізде ше әнін тыңдайық. Я, құрметті көрермен, біздің эфирдің аяқталуына 1 минут қалды. 3 сағат бойы бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ал сіздермен болған Алмас Тоғай және Ғалия Медиева қыздарыңыз, құрметті көрермен, бейсенбі берекелі болсын дейміз. Біз сіздерге ертең таңғы сағат 7-де дәл осы студияда сіздерді күтеміз деген уәде береміз. Ал сіздер де өздеріңіз уәде беріп, ертең осы студияда хабарды қосыңыздар да бізбен бірге болыңыздар дейміз. Жақсы күн, жаңа күн жақсылығымен келсін, айналамыздағылар аман, төңіректегілер түгел болсын. Ертең кездескенше оянда. Хабарды қос. Сау болыңыздар. Оян.